Кім өзінің өткенімен мақтанса, демек, оның бүгінгі күнімен мақтанатын ештеңесі жоқ дегені. Кесірі тиетін жаман әйелдерден Құдайдың өзі сақтасын, ал жақсыларынан өзің сақтан. Егер адамның басы жақсы жұмыс істемесе, мәжбүрлі түрде оның қалтасы жұмыс істейді. Егер проблеманы ақшамен шешуге болатын болса, онда ол проблема емес, ол шығын. Адам ата алғашқы бақытты адам, өйткені оның енесі болмаған. Жаманды көтере алмаған жақсыны көретін күндерге жетпейді. Текенің алдыңғы жағынан сақтан, жылқының арт жағынан сақтан, ақымақтың барлық жағынан сақтан. Тәтті болма, жеп қояды, ащы да болма, түкіріп тастайды. Ақиқат жалаң жүре алады, жалғандық әрқашан киімге мұқтаж. Тамақ қазанда піседі, бірақ абырой табақтікі. Билей алмайтын келін музыканттарды кінәлайды. Әмияның үлкейген сайын қажеттіліктерің де үлкейеді. Кедей болу ол айып емес, бірақ кедейлік туралы айтылатын жалғыз жақсы сөз осы. Егер өмір жақсы жаққа қарай өзгермесе, күте тұр. Сонда ол жаман жаққа қарай өзгереді. Сенің жұмысқа қажетті болғаның жақсы, жұмыстың саған қажетті болғанынан қарағанда. Аяққа жығылма, сонда төбеңе мінбейді. Барлығы ақшаның жоқтығына шағымданып жатады, бірақ ақылдың жоқтығына ешкім. Даналыққа үндемеу жарасады, бірақ үндемеу даналық емес. Үндемеу де сөйлеудің бір түрі. Үміт ету және күту ақылды адамдарды жарыместерге айналдырады. Кіші ұрылар асылады, үлкен ұрылар кешіріледі. Надан өзінің надан екенін білмегені үшін бағы бар. Шындық деген сондай ауыр, оған тек аз адамдар ғана шыдайды. Өмір тек қана бір түс, бірақ оянбауға мән беріңіз. Қонақ үйдің иесі алқаштарды жақсы көреді, бірақ оған қызын бермейді. Үнсіз қалған бір жар емес, білгір саналады. Егер дәмсіздік жүрегіңде болса, аузыңды шекермен толтырсаң да пайда бермейді. Жоқ жерден күйгелектенетін адам жоқ жерден адал бола алады. Жастық шақтағы білім, кәріліктегі даналық. Бай деп өзінде барға бақыттын айтады. Ешкімге көре алмаушылықпен, қызғанышпен қарама, бұл денсаулықты құртады. Егер сенің істерің біліміңнен көп болса, онда сенің білімің өте бағалы. Ал егер білімің істеріңе қарағанда көбірек болса, онда ол пайдасыз. Әркім әр нәрсеге күйініп жатады. Біреулер бриллианттарым аз деп күйінсе, біреулер ішетін сорпамда ноқат аз деп күйінеді.
Біздің айыбымыз бұл өзгенің кемшілігін өзіміздің артықшылығымыз деп білуде. Құдай алдымен біздің жүрегімізге қарайды, миға кейін. Жаман әйел жаңбырдан жаман, жаңбыр үйге қарай қуса, жаман әйел үйден сыртқа қуады. Барлығы уақытқа қарайды, бірақ уақыт ешкімге қарамайды. Ғашықтар мен ұрылар әрдайым қараңғыны күтеді. Бір жалған ол бір жалған, екі жалған ол екі жалған, ал үш жалған болса саясат.